Менде бір студент бар, ол өзі Германияда тұрғанына 4-5 жылдай болған, IT саласында жұмыс жасайды. Қазақ тілін қазір ұмыта бастаған, күнделікті қолданбайды тек үйіндегілермен сөйлессе, ата-әжесімен сөйлессе, телефонмен, сол кезде ғана қолданамын дейді. Өткенде Ая Шалқардың подкастын тыңдаған екен. Қазақша подкаст. Қазақша подкаст, бірақ түсінбейді. Көп сөздерді, не айтқысы келген мағынасын түсінбейді. Содан кейін Ая Шалқардың да қазақ тілін сабағы бар екен, көреді. Ол да қазақ тілі сабағын алады екен. Сөйлеу үшін, жаңағы көркем әдебиетін дамыту үшін, тілін дамыту үшін, ойын жеткізу үшін. Содан кейін бұл студентке де ой келеді, мен де солай жасасам деген. Содан бері менде оқиды. Біз спикинг жасаймыз қазақ тілден. Сөздік қорын байытуға жұмыс жасап жатыр, Сөздік қорын байытуға жұмыс жасап жатыр. Қуанамын, мұндай студенттердің барына шыны керек. Себебі ол өзін